күйіңіз қандай сіздердің? Қайда саусағымызды көрсетіп жіберейік. Қандай көңіл күйіміз? Жарайсыңдар. Күндеріңізге сәттілік балалар. Бүгін бізде ерекше сабақ, қонақтар. Сондықтан да көңіл күйімізбен, жақсы білімімізбен бөлісіп отырайық. Жарай ма? Отыра қойыңдар. Қане балалар. Бәріміз тақтаға қарап жіберейік. Кәне. Тақтадан көп оқып жібереді. Кім еркін көріпті тақтадан? Алшан көріпті оқи ғой. Қатты әденен орнынан тұрамыз. Қатты оқы. Жоқ, жұмақ оқи ғой. Төбедегі көзінен күн сәулесі түседі. Бұрышы жоқ төрінен самал еркін еседі. Балалар, бұл не? Жоқ ба? Ал шешуін табайық. Бұл не? Төбедегі көзінен күн сәулесі түседі. Бұрышы жоқ төрінен самал еркін еседі. Бұл не? Әлина? Бұл күн. Күн жоқ? Жоқ. Иә? Киіз үй. Киіз үй. Әрине киіз үй балалар. Бұл деген. Яғни төбесі біздің не болады киіз үйдің төбесі? Шаңырақ. Шаңырақ. Я сосын киіз үйлерден кім айтып жібереді? Айтып айтайын. Киіз шаңырақтан тұрады, сосын уықтар, сосын керегесі болады киіз үйдің. Қандай бөліктері болады? Кәне ертең жиырмаймыз. Жақсы, енді балалар осы киіз үй туралы біліміміз бар ма? Киіз үй көрмеген бар ма? Киіз үй көрдіңіз ба? Киіз үй туралы кім не біледі? Ал Қасымхан айта қойшы, киіз үй туралы не білесіз? Киіз үй деген жалпы көшіп қонуға ыңғайлы үй. Оны біздің ата-бабаларымыз және басқа да қырғыздар, сосын монғолдар қолданған. Яғни көшіп қонуға біздің рахмет. Біздің ата-бабамыз мал шаруашылығымен айналысқан, иә? Көшіп қонуға ыңғайлы біздің ұлттық алғашқы баспаналарымыздың бірі. Енді жақсы балалар, осы қазір кім келе қойшы? Амира, тұра қойшы, келе ұстап тұра қой. Міне мынау киіз үйдің несі бар, астына келе қой. Мынау киіз үйдің несі балалар? Шаңырақ. Ал мыналар не деп ойлайсыңдар? Мына көптер көрініп тұрған. Тіке қарап тұра қой, тіке қарап. Уықтар. Енді кәлетті уықтарға тапсырмалар берілген. Кәне кел бір кіртостан ала қойыңдар тапсырмалар. Кез ала қой. Кез елеусіз ала қой. Алыңдар тапсырмаларды ала қойыңдар. Кел ала біріне қасымхан ал. Бұндар берілген алыңдар. Біреуін ал. Болды. Жақсы. Ал жұлып алыңдар. Жұлып алыңдар. Жақсы. Амира отыра қой, рахмет. Сіздер алған оқушылар жерде тұра қойыңдар. Оқи қойыңдар. Не шықты? Тапсырмалар оқи қойыңдар. Кез әжеміз. Зат есім. Етістік. Сан есім. Үстеу. Сын есім. Неден бала бұлар не? Сөз Сөз бапта. Біз қазір осы оқасы бізге таныс ба? Ал есімсіз зат есім дегеніміз нені білдіреді? Есімсіз білдіреді. Әмен айта ғой. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіреді. Кім не деген сұрақтарға жауап береді. Кімге нелер деген. Жақсы, рахмет. Келесі айтып есімдіктер туралы кім айтып жібереді? Айта ғой. Есімдік дегеніміз. Есімдік сан есім, сын есім, зат есім, етістіктердің орнына қойылатын сөздер бар. Мысалы, есімдіктерді мысалы айтып жіберіңдерші. Иә, сен дұрыс. Мен, ол, бізден, жақсы деген сөздер бар. Етістік дегеніміз не отырған балалар? Ағайын ескеп түсірейік. Отырған балалар, басқа сен аяқ. Етістік деген іс-әрекетті білдіреді. Сұрақтары? Не істеді, не істейді деген сұрақтарға жауап. Не істейді, қайтты, заттың іс-әрекетін білдіреді. Жаңа айтып келген сөз бар еді. Сан есім. Сан есім туралы. Айтып жіберші, сан есім дегеніміз не? Сан есім заттың несін білдіреді? Сан есім заттың санын білдіреді. Сұрақтарын айта қойшы деймін. Сан есімнің сұрақтарын айта қойшы. Неше, қанша, Нешінші. Келесіңіз ба? Келесі сөз бар ма? Үстеу дегеніміз не балалар? Есімізге түсіріп жіберейік. Үлкен сөз бар ғой. Үстеу айтсын. Етістік пен іс-әрекетін, сын қимылы, яғни іс-әрекетке байланысты, мезгілі, іс-қимылы білдіреді. Жақсы, келесі. Сын есім дегеніміз кім айтып жүреді? Айтып келері. Сын есім. Кім айтады? Сын есім дегеніміз не? Ал балалар, қысылмаңыздар, айтшы. Айта ғой. Мәдина. Сын есім, заттың несін білдіреді? Заттың айтты шешін, қорқаңды шешін. Айта ғой. Заттың түрін, түсін, көлемін, яғни сұрақтары қандай? Сын есімнің сұрақтары? қандай?
берді. Солай ма? Қарап жүрейін. Сол кеспе сөздерді мен тақтаған, жаңағы сіздер айтқан жүз тақтаған. Қолдардағы да жаттыра берді, көзі қолдаған көздері бар. Қай сөз барына келеді? Бір көрсетті, жаттыра берді. Оның тақсыз қайсына тез жаттыра отыра берді. Қалғанları бәріміз бәрі. Отыра берді болған бар. Оған тиіспе. Жауапқа тиіспе, сен күліп қоя берді. Тиіспе, болған балда отыра қоймайды. Бәріміз алдық қояр. Қайсысы қайсысы? Олық па, болған бала. Ярысына. Алған бала тексері жүрегіне сәйкескені барды. Отыра қой. Кім болды? Ал бала бір жаңа сөз таптан есіп дұрыс қойма бала. Затесім, дұрыс па сөздер тексеріп кеп бәріміз. Дұрыс па затесімге бейші, тұтақ, гүлдер. Дұрыс қоя? Келесі, екісі. Дұрыс қойма бала. Сынесің? Дұрыс. Үстеудің сөздер дұрыс та мысалдар. Ал енді мына жерде, мен жаңа мына жерде бірыңғай мынадай сөздерді оқып кеткен. Сөз болғанда, бөліктер, түсініксіз жалғау ма? Ал қарай оқиықшы мынаған не? Бәріміз оқиық. Үшін, ой. Ал осылай тұрғанда, мынаған сұрақ қойып көріңдерші. сұрақ қойылмайды. Үшін де сұрақ қойыламыз ба? Бір мағына беріп тұрған түсініп отырсыңдар ма? Сіздер мыналарда мысалы сынесін затесімді түсініп отырсыңдар, иә? Сұрақ қойуға келеді мысалы. Сынесін қандай деп жаңа айтса қайталамай қояйық. Ал мына жерде сұрақ қоя аламыз ба? Мағына беріп тұр ма? Ал бұны қандай? Енді балалар бұлай болса, бұндай өз алдына тұрғанда мағына бере алмайды, сұрақ қойылмайды, мұндай сөз табын, балалар біз келесі қай сөз табында келіп тұр едік? Шылау. Олай болса бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шылау. Шылау біздің келесі сөз табымыз. Енді шылаудағы бүгінгі сабақтың тақырыбы бірінші сабақ шылау. Мақсаты шылаудың мәнін түсінесіздер бүгін. Сабақ жазу үйірмесін бірінші сабағымыз. Енді шылау дегеніміз, міне жаңа сіздер өздеріңізге қойып ашты түсініп отырсыздар. Жеке тұрғанда сұраққа жауап бермейді, сөйлем мүшесі болмайды, өз алдына мағынасы жоқ. Бірақ олар сөздерден бөлек жазылады екен. Шылаулардың түрлері, яғни мен, пен шылаулары бар. Бұлар сөзбен сөзді байланыстырады екен. Мысалы, мен дегенге байланыстырады, сөзді байланыстыру мақсатында. Мысалы, Дәулет пен Ерліжайық ойнады. Қай жерде тұрып жүрді? Екі сөздің ортасында, иә? Дәулет пен сөз тұрғанда түсініксіз. Дәулет пен Ерліжайық ойнады деген кезде екі сөзді істеп тұр, екі баланың атын байланыстырды. Келесі ма, не, ба, пен, па пен шылаулары балар. Бұлар өздері қатысты сөзге қасында тұрған сұраулық мағына береді екен. Ма, не, ба деп. Кім түсініп отыр? Кім мысалы айтшы деп болса, ма, не, ба деп. Кім түсініп айтшы деп. Әмир айта қойшы. Ма, не, ба деп қатысы бір мысалы айтса қойшы мысалы. Сен ертең сабаққа барасың ба? Барасың ба. Бұл жерде қайда сен шылау? Ба. Келсеңіз ба? Естеп тұр бізден Амира. Сұрақ. Яғни біз сұраулық мақсатта отырған рахмет дұрыс. Келесі шылаулар бұлар. Да, де, та, те шылаулары. Бұлар өзі тіркескен сөзін, яғни даралау, күшейту, анықтау мақсатында пайдаланылады екен. Мысалы, мен де барамын, сен де барасың. Мектепке мен де барамын, сен де барасың. Ол да барады, иә? Бұл жерде яғни анықтап тұр. Менің баратынымды анықтап тұр, сенің баратынымды анықтап тұр, оның баратынын анықтап тұр. Сондықтан да балалар, да, де, та, те шылаулары сөздерді даралау, анықтау мақсатында пайдаланады екен. Бүгінгі жаңа сабағымыз бойынша. Енді міне балалар жаңа айтқан шылаулар осындай мағына, қосымша үстеме мағынаны әкеледі, дара тұрғанда шылау мағына болмайды екен. Қазір енді кітабымызға қарай 112-ші бет 20-ші жақтың. Дәптерлеріңізді ашыңдар балалар. Қазір тақтан жаза қойыңыздар. Кәне 20-ші жақтыңға қарай. Кім оқиды 20-ші жақтыңды? Кім оқиды? Әлихан оқыш. Сөйлемдерді көшіріп сөйлемдегі қарамен берілген сөздерге
қыздар анда жеке тұрғанда мағынасы бар жоғын айтып көр. Неге түсініп отырмыз балалар? Айтайын, алдай келейікші. Сөйлемдерді көшіріп жазу керек болсын. Сөйлемде қармен берілген сөздердің мағынасы бар ма, немесе жоқ па, соны анықтау керек. Соны анықтауымыз керек. Тақтаға кім шығады? Кім орындайды? Кім шығады? Жайзереке тақтаға шығару тиіс. Кәне бәріміз әпкелеріміз жазамыз балалар. Класс жұмысы көркем жазу, отан үшін отқа түспемейсің. Кәне балалар, осы сөйлемге мағынасына қарайықшы. Бұл сөйлемде ұшылау бар ма? Қайсы? Яғни бұл жерде қай мақсатта қолданып тұр үшін? Даралау ма, байланыстыру ма, әлде сұрау мақсатта ма? Отан үшін отқа түспемейсің. Байланыстырып тұр ма? Даралап тұрған жоқ па? Не үшін отқа түс деп тұр? Даралап тұр ғой, отан үшін отқа түспейміз. Бұл жерде балалар үшін деген бірінші бұл сіздер түсіндіріңіз. Айрауыларыңыз қателесулеріңіз мүмкін. Сондықтан да бұл даралау мақсатында тұр. Яғни анықтау, күшейту мақсатында отан үшін отқа түспейміз. Бұл мағынасын кім айтып жібереді? Бұл нағыз тұр бізге балалар, айтсаңыздар. Отқа түссең, онда сен күймейсің. Мағынасын телемесін, отан үшін не істеуіміз керек екен біздер? Айтшы Әмина. Отан үшін өміріңді берсең, бірақ сен кітаптардан қаласың. Дұрыс, отан үшін өміріңді бер. Атың өлмейді дейді. Отан үшін қашанда зияны патриот болуымыз керек, отан үшін жанын беруге дайын болуымыз керек. Жақсы. Тақтан жаза қойыңыздар. Оқимыз. Ал, неше бетін? Әйдім. Арасын ашып жүрсейші, әдемі. Арасын ашып жүрсейші. Балдар, бәріміз жазамыз кітабымызда. Тұр жатты ғой. Арасын ашып, әдемі жазамыз. Көркем жазып алдық қой. Енді әдемілеп. Бірінші сөйлесін тұрғанда жаза қойайық. Оқиғы жазған сөйлемді таңдап жібер. Бір сөйлем жазып жатсың ғой, иә? Оқиғы сөйлем оңдайсың, иә? Мен де осылай ұша алсам ғой. Қандай сөйлем балалар бұл? Яғни көтеріңкі көңіл күймен айтып тұр, соңына не қойып тұрмыз? Лепті сөйлем. Қуанып, керемет көңіл күймен айтып тұр, иә? Енді осындағы шылауын астыңызға қойшы, зүз құппесіға қойып, шылау қойсыз. Айтамын. Шылау қайтса? Де. Қандай мағына беріп тұр? Жаңағы бүгінгі айтқан. Байланыстыру ма? Даралау мақсаты ма? Әлде жалғап тұр ма? Сұраулық па? Қайсы? Мен де осылай ұша алсам ғой. Балалар, дешылауы. Даралап тұр. Мен де, өзін айтып тұр. Мен де осылай ұша алсам ғой. Бұл жерде даралау отырады. Даралау мақсатында үстеме мағына қосып тұр. Келесі сөйлем. Келесі сұрау бар. Екінші тағы сұрау бар ма? Ал ғой. Ғой. Диляра бара ғой. Ғой дегенді. Астын белгіле ғой. Тез. Балалар бәрі елдің қысылмай отырың ба? Бәрін жазып отырамыз, иә. Ой, сұраудың астын жүзіға берейік, балалар. Бұл жерде де қандай мағынада беріп тұр, балалар? Бұл да жаңа балалар анықтап, күшейтіп, анықтау мақсатында, даралау. Бұл да даралау, анықтау мақсатында шылауға жасадым. Отырамыз.